Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы тоқырау жылдарындағы демографиялық үдерістер. Сабағымыздың зерттеу сұрағы: Қазақстандағы урбандалу үдерісіне қандай факторлар әсер етті? Сабағымыздың оқу мақсаты: демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті қорытынды жасау. Өткен тарихи кезеңдермен сабақтастықты орнату арқылы қазіргі кезеңдегі демографиялық процестерге баға беру. Сабағымыздың тірек сөздеріне назар аударайық. Халықтың табиғи өсімі, халық санының артуы, халықтың құрамын, санын және өсуін зерттейтін статистика саласы. Урбандалу, қала тіршілігі мен тұрмысы және мәдениетінің үстемдікке ие болуы. Қала халқының табиғи өсімі, ауылдық жерлерден қалаға қарай көшу. Соғыстан кейінгі республикаға ұйымдасқан түрде көші-қон тасқыны 1954-1962 жылдары тың игеру кезеңінде жүргізілді. Қазақстан халқының саны 1970 жылға қарай 13 миллион адамға жетіп, олардың ішінде қазақтар 32,6%-ын құрады. Демографиялық үдерістердің ішінде халықтың миграциясы өте маңызды орын алды. Миграцияның екі түрі болды. Бірінші, халықаралық миграция, ол мемлекетаралық және сыртқы. Екінші миграция, ішкі миграция, мемлекет ішіндегі миграция болып саналды. Оқушылар, ендігі кезекте тоқырау жылдарындағы демографиялық үдерістерге байланысты бейнероликке назар аударыңыздар. Дегеніміз не? Тоқырау жылдарындағы демографиялық жағдай туралы не білесің? Демографияға қандай жағдайлар әсер етеді? Осы сұрақтарға жауап берейік. Демография дегеніміз не? Демография белгілі бір халықтың, ұлттың, ұлыстың, этникалық топтың санын, құрамы мен құрылымын, аумаққа бөлінуін, өсу не кему динамикасын қоғамдық тарихи жағдайлармен байланыстырып зерттейтін әлеуметтік ғылым саласы. Тоқырау жылдарында Қазақстанның демографиялық дамуы 1970, 1979 және 1989 жылдардағы халық санақтарынан байқалды. Халықтың демографиялық жағдайларына түрлі факторлар әсер етеді. Тоқырау жылдарындағы демографиялық жағдай туралы не білесің? 1989 жылы 1 қаңтарда республикада 84 қала, соның ішінде 50 мың адамы бар 32 қала және 1 миллионнан астам тұрғыны бар Алматы қаласы тіркелді. 1959-1970 жылдарда кенттену үрдісінің жедел өсуіне ауыл тұрғындарының қалалық жерлерге үдере көшулері әсер етті. Мұның себебі қалалар мен ауылдық жерлердегі тұрмыс сапасында елеулі айырмашылықтар болды. Қазақстандағы қала тұрғындарының арасында қазақ халқының үлесі 27,1%-ға дейін өсті. Халық санының өсуіне көші-қон үдерісі ықпал етті. 70 жылдардың бас кезіне дейін Қазақстанның халқы негізінен механикалық өсімнің есебінен қалыптасты. Мәселен, 1959-1969 жылдарда Қазақстандағы барлық халық санының 20%, нақтырақ 740 мың адам сырттан келген адамдардың есебінен болды. 60 жылдардың соңында қазақ халқының демографиялық дамуында елеулі өзгерістер орын алды. Республика халқының құрамында қазақтардың үлес салмағы артты. Бұған жоғары табиғи өсім, көші-қон қарқынының төмендеуі, көші-қон сальдосының теріс болуы сынды факторлар әсер етті. Мәселен, 1970 жылы бүкіл одақтық халық санағы бойынша қазақтардың абсолюттік саны 1959 жылмен салыстырғанда 1,443,429 адамға көбейді, ал үлес салмағы 32,6%-ға жетті. Демографияға қандай жағдайлар әсер етеді? Кеңес заманындағы Қазақстанның демографиялық дамуы әлеуметтік саяси экономикалық үрдістермен және осы кезең оқиғалармен біте қайнасты. Бүкіл кеңестік кезеңді кең ауқымдағы көші-қон экспансиясының мезгілі ретінде сипаттауға болады. Осы міндеттерді атқаруда Қазақстанда концентрациялық лагерлердің желісі пайда болып, тұтас халықты күштеп көшіру орын алды. Салдарынан жергілікті халықтың үлесі күрт азайып, өзге ұлттардың,
әсіресе орыстардың саны көбейді. 1940 жылы Қазақстанға 50.667 адам қоныстандырылды. Ал енді жалпы 1941-1948 жылдар аралығында 774.730 адам жер аударылған. Қазақ диаспорасының қалыптасуына әсер еткен жағдайлар көп. Саяси себептерге 18 ғасырда болған қазақ жоңғар соғыстары, 18-19 ғасырлардағы патша өкіметіне қарсы ұлт-азаттық көтерілістер, кеңес өкіметінің орнауы, азамат соғысы, ұжымдастыру кезіндегі қазақтардың жаппай қырғынға ұшырауы, екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы оқиғаларды жатқызуға болады. Экономикалық себептерге Қазақстандағы дәстүрлі шаруашылық жүйенің бұзылуы, Столыпиннің аграрлық саясаты, 60-90 жылдардағы Батыс Еуропа мен Америка елдеріне жасалған еңбек иммиграциясы, КСРО экономикасында социалистік жүйенің күйреуінен кейін Қазақстан экономикасында орын алған тұрақсыздық және тағы басқаларға жатады. Діни себептерге патша өкіметі кезінде де, кеңес заманында да мұсылмандар үшін қасиетті саналатын Мекке мен Мединаға қажылыққа бару қиындық туғызды. Қазақстан өзінің тарихи жолында сан түрлі оқиғаларды басынан өткерді. Тарихи жағдайларға байланысты әлемнің түкпір-түкпіріне тарыдай шашылған қазақтар алдымен одақтас республикалардың, кейіннен шет мемлекеттердің аумағын паналауға мәжбүр болды. Әуелі Қазақстан шекарасынан өту арқылы Қытайға, Орта Азияға, Ауғанстан мен Иранға, содан кейін бүкіл әлемге таралды. Осылайша әлемде қазақ диаспорасы қалыптаса бастады. Диаспора ұғымы қоныс аударған, өздерін қабылдаған елде өмір сүріп жатқан, алайда туған елмен ерекше жанашырлық және материалдық байланыстағы этникалық азшылық топ. Диаспора көші-қон арқылы жасалады. Ол өз кезегінде тарихи оқиғаларға байланысты болады. Қазақ диаспорасы алдымен уақытша, содан кейін тұрақты ұзақтыққа ұласқан, ұзақ қашықтықтарға жасалған көші-қондар арқылы пайда болды. Ата мекенге оралу үдерісі. Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін қазақтарға өздерінің ата мекеніне оралу мүмкіндігі туды. Дегенмен әлі де өз отанына оралуға мүмкіндігі болмай отырған адамдарға мемлекет тарапынан арнайы көмектер көрсетілуде. Оқушылар, келесі кезекте бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада мәтінмен танысып, Вен диаграммасы арқылы қала мен ауылдың ортақ белгілерін және ерекшеліктерін анықтаңдар. Дескриптор бойынша берілетін 6 балл. Оқушылар, бірінші тапсырманы орындап бітсек, дұрыс жауабын тексеріп көрейік. Қала, экономикалық қызметтердің түрлері көп, өнеркәсіп, қызмет көрсету, инфрақұрылымы дамыған қоғамдық көлік, көп қабатты үйлер. Ауыл, негізгі шаруашылық, аграрлық, мал шаруашылығы, егін шаруашылығы. Халық саны аз, табиғи ортаға жақын орналасқан. Ортақ белгілері. Бірінші, адамдар тұратын елді мекен, әлеуметтік өмір қалыптасқан. Екінші, білім беру, медицина, сауда сияқты негізгі қызметтер бар. Сіздерде осы дұрыс жауап сияқты жазды деп ойлаймын. Келесі кезекте екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада мәтінмен танысып, деректер мен статистикалық мәліметтерді қолдана отырып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші топқа демографиялық өзгерістер, екінші топқа урбандалу және қала-ауыл қатынастары, үшінші топқа ұлттық құрам және оның өзгерістері. Екінші тапсырмада бірінші топ демографиялық өзгерістер, тоқырау жылдарындағы 1970-1980 жылдардағы Қазақстан халқының демографиялық өсуін зерттеңдер. Халық санының өсу себептерін анықтаңдар. 1970-1979 жылдардағы санақ деректерін қолданыңдар. Қазақ халқының үлесіндегі өзгерісті көрсетіңдер. Екінші топ. Урбандалу және қала-ауыл қатынасы. Қала мен ауыл халқының өзгерісін және урбандалу үдерісін талдаңдар. Қазақтардың үлесінің арту себептерін түсіндіріңдер. Басқа этностар үлесіне не себепті
азайғанын көрсетіңдер. Қалалар мен ауылдағы ұлттық құрам айырмашылығын салыстырыңдар. Ұлттық құрам және оның өзгерістері. Тоқырау жылдарында Қазақстандағы ұлттық құрамдағы өзгерістерді қарастырыңдар. 1970-1979 жылдардағы қала халқының пайыздық өзгерісін көрсетіңдер. Ауылдан қалаға көшу себептерін анықтаңдар. Урбандалудың әлеуметтік салдарын сипаттаңдар. Құрметті оқушылар, екінші тапсырманың дұрыс жауаптарын тексеріп шығайық. Бірінші топтың дұрыс жауаптарын сәйкестігін тексеріп шығыңдар. Екінші топтың дұрыс жауабын тексеріп шығайық. Үшінші топтың дұрыс жауаптарын тексеріп шығайық. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабағымызда 1970-1980 жылдар аралығындағы Қазақстандағы демографиялық көтерілістерге тоқталып өтті. Бұл кезең тоқырау жылдары деп аталғанымен, халық санының артуы мен қазақ халқы үлесінің өсуі сияқты маңызды өзгерістер орын алды. Табиғи өсім, көші-қон үдерістері және халық санағының мәліметтері бұл үдерістердің нақты көрінісін көрсетті. Демография ел болашағының айнасы, сондықтан халық саны мен ұлттық құрамдағы өзгерістерді түсіну тарихты, қоғамды және болашақты дұрыс бағалауға жол ашады. Сабағымыздың келесі кезеңі кері байланыс беру. 3-2-1 әдісі арқылы кері байланыс беріп өтсеңізде болады. Үйге тапсырма. Оқулықтың 65-ші бетіндегі 1-ші, 2-ші, 3-ші тапсырмаларды дәптерге орындап келдіңіздер.